Сәлем достар, мен сендерге бүгін ертегі айтамын. Ертегінің аты Сырнайшының бақыты. Баяғы өткен заманда мейірімді де адал, әділ деген патша өмір сүріпті. Ол өз сарайында сан мыңдаған гүлдер өсіреді. Оның ішінде ең көбі раушан гүлі болған. Олардың жұпар иісіне иіскеген жанның бәрі тамсана таңырқапты. Алуан түсті гүлдердің ішінде жақсы ғұмыр кешіп жатқан әділ патшаның ай десе аузы, күн десе көзі бар қызы, сұлу қызы болыпты. Ол раушандай әсем болсын деп оның атын Раушан қояды екен. Патшада бір залым болады. Ол патшаның Раушан қызына тұрмысқа шығуын сұрайды өзіне. Сонда Раушан онымен келіспей қояды. Сол кезде жаңағы қарақшы Раушанды кішкентай ақ гүлге айналдырып жүреді. Ай артынан ай, жыл артынан жыл дейді. Патша болса қайғырады. Ол өзінің бақшасындағы ақ гүлдер санынан тек күннен күнге көбейіп келе жатқанын көреді. Ол күнде қапаланады, және ол күніге өзіне жұбатады. Өйткені оның бақшасында, гүлзарында бір күні ол былай етіп жарлық етеді. Кім менің қызымды өз қалпына келтірсе, мен соған байлығымның жартысын беремін дейді екен. Сонда сол жарлықты естіген барлық емшілер, бал-дәрігерлердің барлығы сол жерге жиналады. Бірақ олардың ешқайсысы ол қызды адам қалпына келтіре алмайды. Сол кезде патша дертке шалдығып қалады екен. Дертке шалдыққан күндердің бір күнінде патшалықтың сырнайшы әсем әуен тартады. Сонда міне ғажап, ақ раушанның бірі патшаның қызы болып шығады. Сонда жаңағы патша дертінен айығып айтады екен: мен саған жарлық еткен байлығымның және қызымды ұзататын боламын деп айтады. Ал ақ гүлдер жанындағы өзге гүлдермен бірге патшалықты көркін асырып құлпырып тұра береді.